Сақ тайпалары байтақ даланы біздің дәуірімізден 1000 жыл бұрын мекендеді. Олардың қоныстары Хинган таулары мен Карпат тауларының арасына созылып жатты. Сақтар туралы бірінші дерек көне парсы жазбасы Авестада кездеседі. Онда Бактрия мен Соғдиядан, яғни қазіргі Ауған мен Тәжік аумағынан солтүстікке қарайғы жерді аттары желдей ұшқыр, тұмақтарының төбесі үшкіл адамдар мекендейтіні жазылған. Балам, біздің даламыздың соншалықты кең созылып жатқанын көрдің бе? Ата, мына даланың шегіне тайға мініп жетуге бола ма? Сақ даласының бір шетінен екінші шетіне ат пен алтай жүріп зорға жетесің. Рас па, ата? Расында солай. Күннің өзін шаршатып батыратын кең даланың бір уыс топырағын жаттың табанына таптатпау керек. Түсіндің бе? Түсіндім, ата. Тай тияғындай жерді де жауға беруге болмайды. Осыларды түсінсең, мынаған ие бол, балам. Енді тайыр өтумен шаңдатып күресуді қойып, қолыңа қару ұстап, тіресетін кезге жеттің, балам. Суалайланып ағатын екі дарияның ар жағында жазық дала басталады. Осы далада Сақ деп аталатын халық тұрады. Парсыны бірінші Дарий патша билеген дәуірдегі шежіреде сақтарды бірнеше тайпаға бөлген. Парадарайы дегені су жағасында тұрады. Бұл қазіргі Каспий бойы екен. Тиграхаут, яғни шошақ бөрікті деп сипатталған сақтар екі өзеннің төменгі ағысын мекен еткен. Ол екі өзен Сырдария мен Амудария екені түсінікті. Үшінші тайпа Хаумаварга деп аталады. Олардың тұрған тұсы деп Балқаштың солтүстік бетіледі. Бұл қазақтың сарыарқасы, ал Хаумаварга қазіргі тілге қымыз ішушілер деп аударылады. Көне жазба бойынша төртінші тайпа Аримаспы, демек алтын өндірушілер деп аталған. Ол тайпаның мекені деп Алтай мен Тарбағатай арасы нұсқалған. Кейін археологтар тура осы аймақтан Сақ дәуірінің бірнеше алтын киімді билеушілерінің мүрдесін тапты. Алтайда қазба жұмыстарын жүргізіп, нәтижесін саралаған тарихшылар Сақтарда алтын өңдеудің жоғарғы технологиясы болғанын анықтады. Алтын игерілумен бірге Сақ бабаларымыз аң стилінің, аң бейнелерін дамыта зергерлік өнерде пайдалануы осы 8 ғасырмен тұспа-тұс келеді. Ол дегеніміз аңның көрген бейнелерін сол қалпында әртүрлі аң бейнелерінің асыл қасиеттерін біріктіре отырып синкретті образдар жасай білді. Ол кезде арқар мен таутекенің, барыстың бейнелерін біріктіру, бүркіттің бейнесін біріктіру, осылардың барлығының өнердің жоғары дәрежеде екенін, оның әшекей бұйымдарынан, ыдыс аяқтарынан қазба жұмыстар кезінде көптеп табылды осы әшекей бұйымдар. Сақтың сол заманда ықпалды халық болғанын басқа да жазбалар айғақтай. Грек пен Римнің ежелгі тарихшылары Геродот, Полибий, Страбон, Птоломей шығыс жақта іргелі ел барын жазып кеткен. Парсы еңбектерінде Сақ атауымен кездескен халық Грек пен Римнің шежірелеріне Скиф деген атпен түсіпті. Ішкі тайпалардың бөлінісі де парсы жазбаларынан басқаша. Сырдария мен Амудария арасын мекендейтіндері Массагет, Жайық пен Жем арасын тұрақтағандары Сармат, Алтай өңірінің кездескені Аргипея, ал Балқаш көлінің солтүстік бетінің тайпалары Саракауыл,
Сөйте тұра, жағрапиялық орналасуы парсы жазбаларымен бірдей. Бұған қарағанда, батыста скиф, шығыста сақ деп таңбалаған халық біреу болған. Әрі сол заманның тарихшылары бұл тайпалардың бір тілде сөйлейтінін, тіршілік көздері де ортақ екенін атап айтқан. Сақ скифтер үлкен осы кең аумақты алып жатқан Еуразия даласындағы ең үлкен басында тайпалық бірлестік болатын болса, кейін қуатты күшті мемлекет болған. Осы көптеген тайпалардың барлығы негізінен алған кезде бір тілде сөйлеген, әдет ғұрпы, салт санасы бұлардың барлығы өте ұқсас болған. Сақтар сол замандағы үлкен өркениеттермен иық тірестірді. Ахемен, Ассирия, Урарту сияқты мемлекеттермен бәсекелес болған. Жерін сақтау, елін қорғау үшін бірнеше соғыстарға қатысқан. Ортақ жауға қарсы күресу үшін саяси одақтар құрған. Қару мен дипломатияны қатар қолданған. Ерте дәуір тарихшыларының жазуынша, сақ патшалары парсылармен бірігіп, медиялықтарға қарсы майдандасқан. Сол тұста сақтардың Зарина деген әйел билеушісі болған. Енді қайыр өтумен шаңдатып күресуді қойып, қолыңа қару ұстап, тіресетін кезге жеттің балам. Сақтардың қоғамы көп сатылы болды. Оның төменгі сатысында мал бағатын адамдар тұрды. Бірақ далалық жұртта қол иелену деген болмады. Сақ қоғамының Рим, араб өркениеттерінен айырмашылықтарының бірі осында. Мұндағы әр адамның бас бостандығы бар еді. Ең жоғарғы сатыда патша тұрды. Ол кіммен қашан соғысу мерзімін анықтады. Соғысқа аттанғанда әскерді өзі басқарды. Алыс жақын елдерге елші аттандырды. Басқа елдердің елшілерін қабылдады. Қытай, грек өркениеттерінің тағы бір ерекшелігі сарай маңының шенеуніктері болмады. Оның есесіне тайпалардың көсемдері керек кезінде патшаның маңынан табылатын. Патшалардың билігі тікелей өз ұрпақтарына ауысып отырды. Әрбір патша өмірден өткенше ел басқарды. Оларды жерлегенде өте үлкен қорған тұрғызылғаны соның айғағы. Қорғандары Қытай мемлекетінен шығыс Еуропаға дейінгі аралықта тұр. Бізге бұл сақтардың материалдық жәдігерлері біздің мәдени генездік, мәдени тектестігімізді анықтайтын сондай бірден бір жәдігерлер. Мысалы, Шіліктінің алтыны толығымен осы Қазақстанның Алматыдағы орталық мұражайында тұр. Мына есіктің алтындары көпшілік жағдайда бұл қаңылтыр және өрнекті басып салынған алтындар. Ал енді Шіліктінің алтындары бұл құйма алтындар. Және бұл ақыреттік киім үшін жасалған алтындар емес. Бұл кәдімгі патшаның өзінің тіршілігінде салтанатты жиынға киетін, халықтың алдына шығатын киімі. Балам, біздің жауларымыздың көп екенін естідің бе? Мына даладан бізге төнетін жау шығар ма? Неге шықпасын? Даланың әр шетінен келіп, ұлымызды, құл қыздарымызды күң еткісі келетіндер көп. Олар малымыздай да байлығымызды талап кеткісі келеді. Олардың ойлары орындала қоймас. Ол үшін сен садақты дәл көздеуің керек. Найзаны қапсыз кезеуің, қылышты сенімді сермеуің керек. Түсіндің бе? Түсіндім, әке. Атқан жебем жаудың жүрегіне жетіп, кезеген найзам кеудесінен өтіп, сілтеген қылышым басын алатын болады.
Осыларды түсінсең, сақ патшасының сарбаздарының қатарына қосыласың. Алтай мен Атырау арасындағы сақ қорғандарынан бірнеше рет алтын киімді адамдар табылды. Оның ішінде Есік қорғанынан табылған алтын адам біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда өмір сүрген. Қорғанның аумағы 60 метрден, биіктігі 7 метрден асуы мұнда ықпалды билеуші жерленгенін байқатты. Жалпы, сақ дәуірінің діни нанымы осы жерлеу салтынан анық көрініс тапқан. Сақтар өлген адам жерленген соңда өмір сүреді деп ойлаған. Сондықтан оған қажет заттарды, ыдыстарды бірге көмген. Ер тұрманы бар аттарды да билеушіге жақын тұсқа қойған. Қазақ халқында да ұзақ жолға аттанған кезде бір ат жарау болмағандықтан екі ат алатын болған, жетекке ат алатын болған. Біреу шаршағанда біреуін ауыстырып мінеді деген сияқты. Сол сияқты бұл о дүниеде ұзақ жолға аттанып бара жатқан адам деген сияқты жетекке ат алу тұрма деген осы қазақтың салтымен байланыстыруға болады. Біздің дәуірімізге дейінгі Рим тарихшысы Квинт Курций Гуфтың жазбасынан: Тәңірі сақтың егіншілеріне соқа мен қамытты, жауынгерлеріне найза мен жебені, абыздарына табақ тәрізді сиқырлы сыйлықтарды берген. Сақтар өзгеше өнер туындыларын жасаған. Олардың зергерлері жануар бейнеленген белдіктің тоғасын, алқаны, шекелікті, тарақты, ыдыстарды қапысыз жасады. Оның үстіне бұғы, арқар, тіпті жолбарысты қос-қостан әшекейге түсірді. Симметриялық кескін сақ тайпаларында ғылымның жақсы дамығанын көрсетті. Сақтар қорымынан алтын бұйымдардан басқа темірден жасалған қару-жарақ көптеп табылады. Атқа мінуге керек үзеңгі, ауыздық сияқты темір заттарды әлемде алғаш сақ ұсталары соққан. Жебе, найза, қылыш, семсер сынды қару түрлерін де қапсыз соққан. Алтай қорғанынан табылған қалқанның қаңқасын шеберлер темірден иіп, оған аттың сирағының терісін қаптаған екен. Олардың киімдері де жоғары мәдениеттің белгісі еді. Мынау сақтардың заттық мәдениеті, тұрмыста пайдаланған заттары, немесе қару-жарақтары барлығы да кейін түркілерде, одан кейін сол түркі халықтарында өзінің жалғасын тапқан. Ғалымдардың пікірінше, осы халықтың дихандары көктемде су жайылған құнарлы жерлерге тары еккен. Түрлі қорған ішіндегі ыдыстар мен іріп кеткен кенеп қаптар осыған дәлел болады. Мал шаруашылығына келгенде скифтердің ең үлкен жаңал атқа отыруға ыңғайлы шалбар тіккендігі. Осы арқылы малшылар күні ұзақ ат үстінде жүруге мүмкіндік алды. Және қыста да атқа отыратын болды. Шалбар сол сияқты жауынгерлердің атқа мініп, жорық жасауына аса қолайлы еді. Скифтердің адамзат дамуына қосқан келесі үлесі доңғалақты арба болды. Хинган мен Карпат таулары арасындағы 7000 шақырымдық алқаптың әр тұсында арбамен көшіп қону өте қолайлы еді. Сақтың сайып қырандары, ұлы даланың ұландары, барсыңдар ма? Бармыз! Онда анамыз күң, атамыз құл болмау үшін ата жаумен айқасқа шығамыз. Біз олармен бірнеше күн неге найза қақстырмадық? Сонша түлкі бұланға салғанымыз қалай? Бірнеше күн бұрын сендердің аттарың судан тарықты ма? Жоқ, терең құдықтар мен алыс бұлақтарды көрсетіп отырдыңыз. Ал жау бізді қуамыз деп шаршады. Даладан су таппай шөлден, азық таппай өзектері тал. Енді олардың сыбағасын беретін сәт кел. Сақтың сайып қырандары! Ерте заманның тарихшысы Пальеннің жазуынша,
парсыларды алдап соққан Ширақ есімді сақ батыры болыпты. Ол бастапқыда өзін өзі жаралап, парсыларға қашып барған, тайпаластардан көрген қорлығын айтып, кек алуға келдім дейді. Сөйтіп, парсы патшасының сеніміне керіп, оларға жолбасшы болады. Ақыры, парсы әскерін қалың құм арасындағы шөл далада адастырып, өзі қашып шығады. Жері ұлан байыр болғандықтан, скифтерге үнемі басқыншылармен соғысуға тура келді. Бұл орайда оңтүстіктегі парсылармен ұдайы бақталас өмір кешті. Бірде одақтасты, енді бірде жан аямай айқасты. Иранның деген тілін біз тарихи одан ғалымдар үш дәуірге бөледі. Бірінші дәуірін ежелгі дәуір дейді, Авеста тілі. Екінші мыңжылдығы, орта ғасыр дәуірі дейді, ол Пәһлеви тілі. Үшіншісі жаңағы мінекей парсы дәуірі. Орта ғасырдағы ана Пәһлеви тілінде көптеген деректер болған. Ежелгі жазбалар сақтардың парсылармен бірде одақ болса, енді бірде қарама-қарсы соғысқанын баяндайды. Дарий бірінші патша тұсында сақтардың 10 мың жауынгері оның әскерінің маңдай алдында тұрып, шеп бұзатын күш ретінде пайдаланылды. Сөйтіп, гректерге қарсы жорықта біздің жыл санауымызға дейінгі 490 жылы Марафон қаласының түбінде парсы патшасын жеңіске жеткізді. Біздің дәуіріміздің 3 ғасырындағы Рим тарихшысы Марк Юниан Юстиннің жазбасынан: бұл скиф деген еңбекте қажымайтын, ұрыста берілмейтін, қамалда төтенше берік халық. Оларда жоғалтатындай ештеме жоқ. Әр жеңісте атақтан басқа ештеңе дәметкен жоқ. Сақтардан мәселен жаңағы қаруды, садақты, сосын сауыттардың мәселен үлгілерін алған. Бірақ мәселен жаңағы соғыс әдістері бәрібір екі түр болады. Себебі біз мына деректерді қарап отырсаңыз, сақтар бір жағынан мәселен шабуылшы болып көрінсе, бір жағынан Иран қорғаушысы болып көрінеді. Болаттан соғылған семсерді жер жүзінде алғаш сақ ұсталар жасады. Оның өткірлігі сондай, тек қында сақталатын еді. Осындай қындағы семсерді сақтардан парсылар сатып алды. Оны Акинак деп атады. Өзінің күшіне сенімді, кез келген ер адамның беліне семсер тағып жүру дәстүрін сақ тайпалары қалыптастырды. Кейін қазақ арасында кең тарайтын серінің сертке таққан семсеріндей және жастықша көк семсердің жүз емес пе деген өлең жолдары сақ дәуірінен басталған дәстүрдің үзілмей жалғасқанын айғақтайды. Жерлеу ескерткіштермен бірге сол өңірден сақтардың қоныстарына қазба жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Сол кезде де кәдімгі металлургияның, темірдің, балқытудың үлкен орын алған көруге болады. Арнайы пештер табылмаса да, сол металдың қалыптары табылды. Соған қараған кезде арнайы металды балқытып, темірдің өзі 1540 градуста балқитын болса, сондай жоғары температураға жеткізу үшін олар тастан пеш сала отырып, көрікпен үрлеу әдісі сол кезде сол 8 ғасырлардың өзінде болғандығын көруге болады. Біздің дәуірімізге дейінгі 100 жылдықтағы аты белгісіз араб тарихшысының жазбасынан: сақтар садақты атпен шауып келе жатып алға да, артқа да, оңға да, солға да, жоғары да, төмен де ата береді. Араб халиттер бір оқты садағына салғанша, олар 10 оқты атып үлгереді.
Парсы патшасы Кирдің Сақ даласына сәтсіз жорығы туралы тарихтан белгілі. Оны Қос дарияның арасындағы жойқын соғыста Сақ патшайымы Томиристің әскері талқан еткен. Бұл жорық біздің жыл санауымызға дейінгі 530 жылы болыпты. Мына сүйреп келгендерің кім? Парсылардың қаншама жыл біздің жерімізді жаулауды, елімізді талқандауды ойлап жүрген патшасы. Әлгі Кир деген осы ма? Иә, құдіретті патшайым, сізді бұрымыңыздан сүйремек болған. Еліміздің қазынасын төгіп шашамын деген, отырған тағыңызды тартып алам деген Кирді алдыңызға алып келдік. Ол айтқандарының бәрі далада қалды. Жалғыз тілегі орындалсын. Бұл Кир патша өмір бойы қанға тоймай келіп еді. Енді армансыз бір тойсын. Басын кесіп қан толы меске батырыңдар. Сақтардың негізгі отаны, атамекені қай жер деген мәселе туындаған кезде көпшілігі мына Қара теңіздің жағалауындағы скиттер деп есептеген болатын. Қара теңіздің жағалауындағы скиттерді қорғандарынан табылған заттарға қараған кезде, осы Аржан қорғандарынан табылған заттар әлдеқайда көне екендігі. Ал бұл ойымызды 2003 жылы Шығыс Қазақстан облысы Шілікті даласындағы үшінші алтын адам деп қазір айтылып жүр. Бәйгетөбе қорғанынан табылған заттар осы ойымызды одан әрі нақтылай түскендей. Сақ тайпаларының қару, соғыс өнері зерттелді. Ыдыс, көлік, киім мәдениеті белгілі болды. Тіпті о дүниедегі өмірге сеніп, патшалары қайтыс болғанда қорғанға аты мен затын бірге көмгені жасырын емес. Сөйте тұра, әлі күнге сақтардың ашылмаған сыры да жетерлік. Соның бірі сақ жазуы. Есік қорғанында алтын адаммен қатар табылған тостағанында 26 әріптен тұратын жазу бар. Күміс тостағандағы бұл таңбалардың сыры әлі ашылған жоқ. Оның құпиясы табылған шақта әлемдегі жазудың алғаш сақтар арасында пайда болды деген тұжырым жасалар. Кезінде алтын жоңған халықтың мұралары жыл сайын табылып жатыр. Оңтүстікте Іле мен оның салаларының бойында әлемге әйгілі Бешір, Есік, Түрген, Кеген қорғандары да бар. Сырдария мен Шу бойында Үйғарақ, Түгескен, Іңкәрдария, Бабата қорғандары мен мұндалайды. Соңына соншама мұра қалдырған халықтың тарихтан ізсіз, атаусыз қалуы мүмкін емес.